Армысың алталашым, қасиет қазақ халқым, Асқар Арғын Бақадыр, ұлт жанашыры. Бүгін 22 сәуір 2025 жыл. Алматы шаһары мен Магнум желісін қазақ халқының қасиет қазақ тіліне шапқан үлкен аждаһа деп есептесек, сол аждаһаның ең үлкен басына келіп тұрмын, ат басын тіреп. Ал ұлы аждаһаның басы Болат Назарбаев деген ана оңбағанның Алтын Орда деген базарының қасында Магнум деген дәу сауда кешені бар. Сол кешенге келіп тұрым, айналайын қасиетті қазақ халқым. Қазір наның ішінде не болып жатыр? Қазақтарымыз бойкотты ұстап жатыр ма, әлде тағы да толып жүр ма? Соны көретін боламыз. Иә, қолдап каналға жағдайыңыз келсе қаржылай көмек көрсетіп, лайк басуды және де таратуды ұмытпаңыздар. Қайтпас қайсар қазақтар, қазақ тілім үшін, елім үшін, жерім үшін жан пида. Ал кеттік алға. Магнумға жол жоқ. Магнумға толық бойкот. Кеттік алға. Қайтпас қайсар қазақтар. Біз осындайда ғана ауызбіршілікті көрсете аламыз. Айналайын қазақ халқы. Егер сіздер осы қазір ауызбіршілікті көрсете алмасаңыздар, арларыңызды тамаққа сатсаңыздар, мынау орыстың беріп атқан сіздерге тамағына, онда бәрі де бекер деген сөз. Қазақ халқым, дана халқым, жауынгер халқым, ешқашанда арын асқа сатпаған, тілін жауға таптатпаған, қайтпас қайсар қазақ халқы әрқашанда тілін, елін, жерін құрметтеген, биікте ұстаған, өзінің басынан асырмаған. Алдындағы бейнеде айтып кеттім. Басынан асырмаған, найзаға үкі таққан халықпыз. Соны мен келімсектерге естеріне саламын. Анау орыстардың тағып берген айшығы бізге 5 тиынға жоқ. Казахи мирный, добрый народ деп. Әбден мойындарыңа мініп алды. Міне. Ал, шымшым ашыл. Шымшым ашыл. Міне мынаның іші мынандай. Мынандай керемет өзінше. Мына жақта солпак. Магнумы қай жақта. Қазір тауып алайық. Мен бұрын болатын едім осы жерде 21 жылы. Арон Атабекті қойғанда. Осында келі біз бір әлгі коронавирустың тұсы ғой. Осы жерде бір жанжал шыққан. Ана маска тақпайсыңдар деп осы желінің нелері, сатушылар өздерінше. Мен айтқан, маған 5 тиынға кер жоқ ол маскілерін. Масканы өзің тақ, ана Тоқаевың тақсын. Ол коронавирусты ойлап тапқан өздерің, улап атқан өздерің, мысалға. Олардың адамдарды біз анықтағанбыз. Ана балонмен жүрген көшеде. Көше-көшені улап. Сондықтан да оның барлығы бесенеден белгілі. Таза ауада ешкімде маска тақпайды, ақмақтар деп мен өздеріне айтқан болатын. Сонда бір жанжал шыққан. Мен тауарды тастай сап кетіп қалғам. Мен ана тауарыңды алмаймын дедім. Негізінде мен өзім Магнумға барып көрген адам емеспін. Бір рет бардым, алдында айтқандай. 2011 жылы
осы Қарағандыда ашылғанда. Тайлы тұяғымызбен қалмай ойбай сұмдық болып барғанбыз. Бірақ бұлар 45% НДС қосады екен. Әлгі қосымша салық. Сонда жаңағы бағаң базардың бағасынан асып кетеді екен. Жаңағы баға. Магнумға жерде қандас? Өтіп кеттің ба? Сол жақта? Өтіп кеттің ғой. Жарет, қасиетті қазақ халқым, қазір Магнумға баратын боламыз. Сондықтан да мен олардың қитұрқылықтарын ол кезде білгем. Біз бір-ақ рет бардық, сол 25 мың, 30 мың тамақ алған болатынбыз анамызбен. Марқұм анамызбен ол кезде тірі ол кісі. Сол кезде мен санадым ерінбей, жаңағы чекті алдым да. Аға жаға халық бір-бірімен итермелесіп атқан. Халық санап атқан жоқ ештемен. Осы уақытқа дейін жүрмін. Біздің халық жасыратын түкте жоқ, аңқауда өздерің білесіңдер. Ашық ауыз, көрінген нәрсеге сенеді, сыйынады. Сол себепті біз осы 3 жыл жүрміз. Алтын сандықтың үстінде жалаң бұт, былайша айтқанда. Оны жасырмау керек. Қазақтың осы керек жоқ кеңпейілдігі осының бәрі істегені. 5 тиынға керегі жоқ. Көрінген келімсек мына жерде қожайын болып жүр. Қазақ өз жерінде өз қожа бола алмай, сол жалтақтап жүр. Кім көрген орыстарды, қытайларды бәрін билетіп осы жерде. Сондықтан да қазақ болмайық, қазекең болмайық, сақ болайық, сақ. Сақ пен ғұнның ұрпақтарысыңдар сендер. Ақбілектің күшімен, Ақнайзаның күшімен осы елді жерді қорғап қойған. Көрінгенге бастырмаған, таптатқызбаған. Мысалға. Мына бір жерде екен ғой. Қасиет қазақ халқы мен алдымызда тұр, бақырайып. Магнум дегеннен жазу. Міне. Мынау үлкен сауда жүйесінің орталығынан төрінен орын алған ғой міне. Дәл төрінен міне. Орыс компаниясы міне. Қандай сұмдық болып жатыр міне. Міне, қазір қарайтын боламыз. Кім бар, кім жоқ. Кер жоқ. Мына жерде ремонт жүріп жатыр ма? Түсініксіз. Нагасы жабық. Міне өр қазақтар ма? Кімдер? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Асқар Арғын Бақадыр, Олчан Ашыры. Сіздер Магнумға жарияланған бойкотты білмейсіздер ме? Қазақтың кемсіздігі болды мынау дүкенде. Кемсізгені үшін бойкот жарияланған болатын Қазақстан бойынша. Ай қыздар, қарағыз бер қараш. Әлде сендерге бәрі бір ма? Орысша, бұлар орыстар. Өз ұлтын сатқан орыстар жарайды. Бара беріңдер. Ресейге жіберем сендерді. Саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Магнум желісіне бойкот жарияланды білесіздер ме? Қазақ тілін қорлады бұлар. Сөйлескізген жоқ қазақ жігітін. Жұмыстан шығарып тастады. Оны естідіңіздер ме? Қарындас? Естіген жоқсыз ба? Соны бойкот жариялап, қазір бүкіл Қазақстан бойынша қазақ халқы бармай қойған. Болады. Мен сені түсіріп тұрған жоқпын ғой. Шақыршы езбіңді. Бастығын шақыр, бастығыңды. Бер қарай. Давай. Қайда езбілер? Бастығын шақыр, давай. Бастығын шақыр. Мен сені түсіріп атқан жоқпын, бірақ 20-шы бапқа байланысты мен любой адам түсіріп аламын. Болады. Заңды білмейсің сен. Сол орыстардың сойылы соғып отырсыңдар не жерде. Шақыр, давай. Бастығын шақыршы, бер қарай. Саламатсыздар. Қазақстан қоғам қайраткері Асқар Арғын Бақадыр, менің есімім. Сіз білесіз ғой, 6 сәуірде қазақ жігітін мына жерде жұмыстан шығарып тастады. Магнум желісінде. Сол себепті мен осы жерге келіп тұрмын Қарағандыдан. 2 Магнум желісін айналып өттім. Жалпы танысып, қазақ тіліне қысымшылық жоқ па, бар ма? Осындай сұмдық жағдай орын алды, міне 7-ші бап бұзылды. Өз қазағын өз жерін тыңдаңыз. Мен
Қазақстанның белсенді қоғам қайраткерімін. Мен оған реакция жасауым керек. Өйткені қазақ тіліне шабуыл жасалынып тұр. Түсінесіз бе? Мемлекеттік құқық бұзушылық болып тұр. 7-ші бапта көрсетілген ғой. Қазақ тілі барлық жерге ие. Қоғам көліктерінде, сот жүйесінде, мемлекет басқару жүйесінде. А Магнумда қазақша сөйлеген жігітті шығарып тастапты дейді. Соны қалай түсінуге болады? Миға қонымсыз нәрсе. Оны енді біз бақыламасақ кім бақылайды? Қоғам қайраткерлері, айтшы маған, айналайын. Сонда қазақтарға киімдерін жинада кет деген сөз ба? Қалай түсінуге болады? Сол себепті мен жеке келдім. Магнум жүйелерін аралап жүрмін. Қысымшылық жоқ екен, қазақша сөйлеймін екен. Қалай, мысалға, сіздердің жалақыларыңыз, тұрмыс тіршіліктеріңіз, енді біз тексермегенде Тоқаев пен Назарбаев тексермейді ғана жоғарыда отырған. Біз ұлтшылдар соны қарауымыз керек қой, айналайын. Есім кім болады өзі? Малика? Асқар Арқын. Солай емес пе? Біз қоғам болып, қоғам қайраткерлері, біз оған реакция жасауымыз керек, Малика. Сондықтан да сен бар болса, Малика, сен жай езбісің ғой, қауіпсіздік комитеті. Жай бастығын шақыршы, мен өзім сөйлесейін онымен. Жарай ма? Бұлай, несіне қарай? Өзінің лауазымына қарай. Өйткені біз оны жай қалдырмаймыз. Тілге тиісілді. Тіл. Менің тілім жойылса, Расул Гамзатов ағаларың айтып кеткен мен Дағыстан. Егер менің тілім ертең жойылса, мен бүгін өлуге дайынмын деп. Мысалға, Малика. Сен де қарсысың ғой оған. Сонда біз қалай Қазақстанда тұрып, қазақша сөйлеген үшін жұмыстан шығарып тастады. Мен миға қонбайды мысалға. Сонда бізге кет дегені ма? Халық бұрқ ете қалады. Бұл шыдамның шегі жоқ, мен рас. Бұл уже, шынын айту керек, Малика, орысша айтқанда, орысша айтсаң да, қалай айтсаң да, сайқымазақ. Тілдің үстінен сайқымазақ, Ресейде сөйлеткізбейді, жарайды 1 миллион адам бар, Ресейде сөйлеткізбейді. 1 миллион хотя қазақ бар. Мына жерде сайын даласында жүріп, біз сонда қазақша сөйлемесек, онда не болды? Онда несіне біздің батыр бабалар осы жерді алып қалды, айтшы маған. Несіне біз еркек болып жүрміз, Солай емес пе? Арыма тиді, әрине намысын тапталды, мен қазақ тілімнің намысын тапталды мысалға. Әрине мен бәрін ысырып қойып, бүйтіп аралап жүрмін, қарап. Өйткені басқа да наздар болды мысалға, жұмыс істеген адамдардан. Магнумда тамақтың өзін жөндеп, жардақ сағат 20 минут береді деп сөйледі мысалға. Осы жердегі жұмыскерлерге. Оның өзі заң бұзушылық болады. Солай емес пе? Малика. Оның өзі заң бұзушылық мысалға. Қалай ол 20 минутта тамақ ішеді адам 10 сағат жұмыс істеп. Дұрыс емес қой ол. Қазақ қайысқан қолы осы жерден тамақ алады. Бәленбай миллиард, 11-ші жылы пайда болды ма мысалға Магнум. 11-ші жылдан бері қанша ақша түсірді ғой қазақ халқы. Солай емес пе? Енді сендер дұрыса мынаны жүргіземіз десеңдер мысалға, сендер енді оған жол бермеулерің керек қой, осы жерде жүріп мысалға. Сіз есім кім? Оператор видеонаблюдения Аслан болады есім. Қандай лауазым? Оператор видеонаблюдения. Жақсы. Асқар Арғын Бақадыр, мен есім Молчан Ашырмын, мен осы қазақ үшін шығындап жүрген, қазақ тілі үшін шығындап жүрген Аслан. Сол себепті мен өзі 2 Магнумда айналып өткен, Қарағандыдан келіп жатырмын. Магнумда енді өрескел заң бұзушылық орын алды, ана жол. Өзің естіген шығарсың. Қазақтың жігітін қазақша сөйлеген үшін жұмыстан шығарып тастады деген тіпті миға қонбайтын нәрсе. Сонда осы қазақтың сайын даласында біз бір жаққа кетуіміз керек па? Заттарымызды жинап, қалай біз? Сонда мына жерде сөйлей алмайды екенбіз. Бірақ ата заңымызда жазылып тұр 7-ші бапта қазақ тілі бүкіл салаларда қолданылады. Сот жүйесінде, мемлекетті басқару жүйесінде, көлік жүргізу, үлкен автобустарда, бүкіл пойыздарда жазылып тұр, белгіленіп тұр. Мына жерде Магнумнан қазақтың жігітін шығарып тастапты. Біз аттанды салдық, тұрдық біз, ұлт жанашыр ретінде. Өйткені менің тілім өшірсе, мысалға Расул Гамзатов айтып кеткен, ертең өшетін болса, мен одан да бүгін өлейін, өшейін деп сөйлеп айтып кеткен. Өзің қалай ойлайсың мысалы? Ол дұрыс па? Жаңағы қазақтың жігітін жұмыстан шығарып тастаған. Сондықтан да біз
қазақтың ұлт жанашырлары мынау Магнумға бойкот жариялаған болатын біз. Қазақ, жалпы қазақ халқы. Бармаймыз міне, бітті, бізді ренжітті. Тілімізбен сөйлеткізген жоқ міне өз жерімізде деген сияқты. Түсіндің ба? Аслан. Сондықтан да мен осы жерге келдім, мен қарап жүрмін. Қалай болады екен? Осы сен қанша жұмыс істеп жүрсің мұнда? Мен ба? Иә. 1,5 жыл. 1,5 жыл. Енді өзің айтшы, міне сен қазақтың жігітісің ғой, мысалға. Мына жерде тілге дискриминация дейді, орысша айтқанда қысым бар ма, жоқ па? Бізде бәрі қазақша сөйлейді. Сөйлесесіңдер ма? Иә, Спокойно. сотрудниктердің Жоқ бәрі па қазақ. ондай? Сен қазақша сөйлеме деген сияқты. Ана жоқ, бастықтарың, ондай. ана орыстар ғой. Ондай жоқ. Жоқ, бізде бастықтар қазақ. Бастықтар да қазақ па? Иә. Былай қысым жоқ ешқандай. Жоқ, қысым жоқ. Араларыңда сөйлесесіңдер, тамақтарыңды ішесіңдер ма? Иә. Кейбіреулер наздарын айтты, біз тамақты 20 минут, 10 минут береді деп. Ондай жоқ па? Бізде бәрі бастықтар да қазақ кісілер. Сотрудниктердің тең жартысы мына қазақ. Дискриминация жоқ. Жоқ, Иә? ондай ештеңе жоқ. Так, жалақыларың қалай? Жақсы, Уақытылы беріледі, уақытылы аламыз. ешқандай не жоқ, иә? Қысым жоқ, иә? Иә, уақытылы аламыз. Содан кейін қазақтар бір ауыр жұмыстарда жұмыс істейді деп айтты маған. Ол рас па, өтірік па? жоқ, Әртүрлі ондай. жұмыста істей бересіңдер, иә? Жоқ, әртүрлі емес, әркім қандай должностьта сол должностьта жұмыс істейді. Жақсы. Аслан ғой, иә? Иә, Жақсы. Өзің қай жердің азаматысың? өзім Балқаш ауданының азаматы. Жақсы, өзіңіздің арғын екенсің ғой, иә? Жалайым. Жалайыр, бөлінбейміз ғой дейміз. Қазақпыз ғой. жоқ, қазақпыз ғой. Асқар арғын дейді, иә, бөлінбейміз. Өзі әрбір қазақтың жаңғызым деп жүрген азамат. Жоқ та жарайды. Айтқаныңа рахмет, міне. Сау бол, еңбегің жансын. Иә, осы мен, міне, қазақ халқы айналайын. Мен осы желісті бақылап өттім. Енді әрине білмеймін, мынау Аслан барлық мынау кассалердің бастығы деді. Мысалға 1,5 жыл жұмыс істеп жүрмін деді. Бірақ ешқандай қысым көрген жоқпыз деді. Қазақша сөйлеп жүрміз деп ағынан жарылды. Былай қарасам, шын көңілінен айтқан сияқты. Басшыларымыз да қазақтар дейді. Бірақ мен өз ойым, міне. Қазақ халқы дегеніне жетем десе, ауызбіршілікте боламыз десе, мысалға, осы ұстанымда болу керек. Қазақ тілімізді қызғыштай қорғап, осы қазақ тілімізді ренжіткен осы Магнумды мен өз басым мысалға ойлаймын. Анау бойкотты, мынау аз-маз бангүрттер жүр ананың ішінде. Сол бойкотты ары қарай жалғастыру жүрегі елім жерім деп соққан әр азаматтың, әр қазақпын деген азаматтың парызы деп білемін. Сондықтан да тек қана алға, бойкот жалғасады, тексеріс арқылы жалғасады. Қоша саламатта болыңыздар. Асқар Арғын Бахадыр, Алмат шаһары.